Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін пюре с подливом жасайтын боламыз. Бұл өте жеңіл әрі тез жасалатын дәмді тағамның түрі. Каналымызға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Түрлі тағамдардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Жалпы қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып кетемін. Ең алдымен пюремізді дайындап аламыз. Менің картошкам тез пісу үшін осындай жұқа қылып турап аламын. Және де жарты шай қасық тұз, ыдысты толтыра су құйып, қайнатып пісіріп алатын боламыз. Газдарыңыздың жағуына байланысты картошкаңыздың пісу уақыты да әртүрлі болады. Менде 25-30 минутта пісіп шықты. Піскен дайын картошкамызды осылай жеке ыдысқа сүзіп аламыз. Картошкамыз әбден суығаннан кейін пюре қылып езіп дайындап қоямыз. Пюреміз дайын болды, енді подливкасына кірісейік. Менде шамамен 400-500 грамм қой еті, сәбіз және пиязды пайдаландым. Подливіміз дәмді болу үшін осылай қатырылған болгар бұрышы болды, соны да қосып жібердім. Ал оны қоспау өз қалауларыңызға байланысты. Ең алдымен қой етін ұзыншақ етіп турап дайындап алдым. Келесі пиязды да өте жұқа емес, ұзыншақ қылып турап, оны да дайындап ыдысқа салып қойдым. Сәбізді теркадан өткізсеңіздер де болады, немесе осы мен сияқты ұзыншақ домалақ қылып турап, арнайы кескішпен әдемі қылып кессеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңызға байланысты. Біздің подливіміздің заттары дайын болды. Енді қызып тұрған сұйық майдың үстіне етті салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміз қуырылғаннан кейін үстіне пиязымызды салып, тағы да 5 минуттай қуырып, оның үстіне дайын сәбізімізді салып қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрышын және де томат және 2 ас қасық соя соусын құйдым. Өз қалауларыңызға сай әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Барлығы қуырылып болғаннан кейін подливіміздің үстіне суын құйып, қайнатып қоямыз. Шамамен жарты сағаттың ішінде біздің подливіміз дайын болады. Мінекей подливіміз қайнап, еті пісіп, суы тартылды. Енді оның үстіне қатырылған болгар бұрышын салып, тағы да 5 минутқа бұқтырамыз. Мінекей осымен біздің тағамымыз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.